мынау фетровиктердің жанында тұрғаннан кейін көздеріңіз осы фетровиктерді қарап тұра берсін, ал құлақтарыңыз менде бола берсін. Алтын қоңыз жайлы айтпақшымын. Алтын қоңызды жаңағы майдасын, я болмаса ескісін ішіп әсер етпеді деп жүргеннен гөрі, мынау 48 мыңға толық курс алып ішіңіздер ірісін өзімен. Себебі бұны алғаннан кейін больницаға түсіп қалмас үшін қолдан жолын бірінші айтып отырамын. Екіншіден сізге ірісін свежийынан беремін, чтобы сізде толығымен ем болу үшін. Енді бұл алтын қоңыз емдейді дегенмен, жаңағыда ескісін ішсе, 1 жыл, 2 жылдан бері тұрғандарын ішсеңіз, ол әсер етуі екіталай. Біреу емес, 10 емес, 20-сын ішсеңіз әсер етпейді. Так что жаңасын өзімен ала бергендеріңіз дұрыс деп айтайын деп жатқан. Ол біріншіден. Екіншіден, мынау алтын қоңызды біз 60 жасқа дейін, максимум сол жасқа дейін кісілерге беріп жатырмыз. Себебі бұл зәр арқылы тазалайды, біраз мочегонный болғаннан кейін әжептәуір қинайтыны бар. Енді бүткіл еркек ішіп жүр, жаңағы басқа еркектерде шыдай береді. Мәселе жаңағы үлкен жастағыларда басқа да аурулары, өзінің білмейтін аурулары да шығып қалып жатады. Сондықтан қиындық туғызбас үшін үлкен кісілерге бермейтін себебіміз осы. Егер сіз 60 жасқа дейінгі ер азамат болсаңыз, простатиттен емделу керек болса, осы халық емі алтын қоңыздың 43-тігін алып ішіңіз, емделіңіз. Емделу туралы сұрақтарыңыз болса 877 257 14 19 WhatsApp-қа